Армысыздар, құрметті әріптестер. Алматы облысы Панфилов ауданы Жамбыл атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі тарих әдістемелік бірлестігінің жылдық жұмысының есебі. 2021-2022 оқу жылы мектебімізде 7 тарих пән мұғалімдері қызмет атқарады. Әдістемелік бірлестік Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі ұсынған әдістемелік нұсқау хатты басшылыққа алып жұмыс атқарды. Сөздің ең ұлысы тарих деп айтқан Ахмет Байтұрсынов. Бірлестіктің тақырыбы Қазақстан тарихы мен пән мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі. Мақсаты білім берушінің жаңашыл жетістіктерін пайдаланып, оқушыларға нәтижелі білім беру. Оқу жылы тарих пән мұғалімдері үшін ерекше нәтижелі жыл болды. Атап айтсақ, тарих әдістемелік бірлестігінің жылдық жұмыс жоспарына сай, тәуелсіздік біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз тақырыбында тарих пән апталығы өз дәрежесінде өтті. Барлық пән мұғалімдері атсалысып, апталыққа күнтізбелік тақырыптық жоспарға сай келген тақырыпқа сабақтарын өтті. Және тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған іс-шаралар өткізді. Құқық, әділет пен парасат жолы тақырыбында құқық пән апталығы өткізілді. Ребята, теперь вот посмотрите на эти две картины, пожалуйста. Что вы видите общего и какие различия между этими картинами? Так, пожалуйста. Фонтанное здание. Так, это общее, пожалуйста. У них расстояние и сами дома, они... Ну понятно, ясно, похоже. Видеоматериалдан толышқан болсаңа, сіздер заман білім сандуққа білім қолдама деп ойлаймын. Әмде азыр тапшырылған орынлаш, kitap bilen тапшырылған орынлаш арқысыда, яна қошымча білімдерімізді толықтырған болмыз. Азыр бірінші тапшырма бойынша, әр бір топтың алдыда бір A4 қағаз тұрды. Оқушылар қалыр. Мұшы қағазға, азыр 3 топқа 3 тапшырма берді. Сіздер туралы білдік. Ал енді бірінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Мен сендерге қазір 3 мәтін оқимын. Солар сендердің түп мақсатын түсініп түпелесіздер маған. Кеңесар Қасымұлы туралы ресурс ұсынылады. Енді 5 сауал берілген. Кем немешке қачан қаярыңдар? Қазір мына мұшы тапшырманы жүк білән орынлайсыздар. Мақұлмы? Тақтырды болсын. Мен видеоны диққат білән тыңшаймыз. Ondan кейін топ білән ішләріңіз. Fatih'e ömrünü bir gençlerden başlıyor. Bırak bu ne öyle bildirdi. Altına
Балаларның баш киеме сапар әлемнің төзгімі бар, оң-соң алды рәтеуінің жасалған. Мақсат тақпағының бүлдірді, яғни тағлар әлемнің барлық тарихтарын башлап тұрды деген сөз. Төт қанаттық ат, төт алтын оқуя барлығы 3 тарихы бар. Ер асты, ер вә асманы бүлдірді. Димен Чендем Конечно. Состоит первое подземный склеп, это погребальная камера. Второе, это дромос, коридор, ведущий в погребальную камеру. Размер кургана зависит от чего? Размер кургана, от чего зависит? Ұстаздарымыз білімін жетілдіру курстарынан өтіп, түрлі іс-шараларға, байқауларға қатысып, дарынды оқушылармен өз нәтижелерін көрсетті. 11-ші А сынып оқушысы Айтбек Мерей облыстық пән олимпиадасында құқық пәнінен 3-ші орынды иеленді. Пән мұғалімі Аязбеков Дәулеткелді Қайтбекұлы. 10-ші Ә сынып оқушысы Өнербек Анел облыстық фотохроника байқауына қатысып, 3-ші орын иеленді. Пән мұғалімі Башезова Мұхаббат Бархатовна. Ұстаздарымыз оқушылардың сапалы білім алу үшін аянбай еңбек етіп келуде.